Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен екі ғана заттан дайындалатын, осындай өте керемет, күшті болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге бар болғаны керек осындай дайын қатпарлы қамыр қажет. Қатпарлы қамырымызды ұнға аунатып, өзімізге керек размерде кесіп аламыз. Асығыс кезде жасасаңыздар достар, таптырмас самса сіздерге. Және осылай алдын ала дөңгелектеп формасын шығарып аламыз. Жаюымызға ыңғайлы болуы үшін келесі ұнымызға аунатып, оқтауымызбенен домалақ етіп жайып аламыз. Өзіңіздің сүйікті сырыңыз қажет болады, және оны осылай үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Қалыңырақ етіп кесіңіздер, сол кезде сыры өте көп, күшті болып шығады. Және осылай сырымызды орналастырып, жан-жақтарын бекітіп шығамыз. Келесі пергамент қағазымызға орналастырып, бетінен жұмыртқамыздың сары уызын жақсылап жағып шығамыз. 220 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Бізде 15 минут өтті достар, қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы достар, сырымыз созылып, күшті болып шықты. Егер де менің видеом ұнап жатса, сіздерге лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.